Волоколамск таш жолы. Нашар Жолдас Момышұлы. Бірінші бөлім. Өзімізді ұрыстарға қалай әзірлегеніміз, батальонға генерал Панфиловтың қалай келгені, жауынгерлермен әңгімелескені, солармен маған жеңіс шайқасқа дейін шыңдалады деп қайталағаны жөнінде бір талай жайтты баяндағым келер еді. Бірақ бұның бәрін аттап өтейік. Ақыр аяғында қолымызға винтовка алғызып, солдат кәсібін оқып үйреніп, сарбаздың командир алдында тік тұрып, оған қарсы шықпай мүлтіксіз бағынуының нәтижесі паш ететін сындарлы сәтте жетті. Бізге шайқас деп аталатын алапатта келді. Мәскеу түбіне тақалып, Волоколамск іргесінде бекініс құрдық. Бұл шепке қазанның 13 күні қарсыласымыз шалғай батыста біздің майданды бұзып өтіп, немістер өздері найзағай отындай соңғы ұрысымыз деп ойлап, Москваға ышқына ұмтылған моторлы техникасы сақадай сай, әбжілде бас бұзар армия тақалды. Дәл сол күні барлаушылар немістер іргеге жетті деп баяндайтын 13-шінде батальонға өзіңіз білетіндей генерал Панфилов келген. 2 стакан қою шай ішіп алғаннан кейін Панфилов сағатына қарады да: «Рахмет, Жолдас Момышұлы, қандым. Енді шепке барайық», деді. Шықтық. Сонадай жерде орман шетінде генералды машина күтіп тұрды. Артқы дөңгелектерін шынжырмен шандып тастаған. Болат тізбектерінің арасына тығыздалып қара-қошқыл қар кептеліп қалыпты. Айнала төңіректің бәрі аппақ қар. Шанамен ғана жүретін күндер жетіпті. Аздаған шыңылтыр аяз бар. Бұлт торлаған аспанда күннің қай тұста екенін аңғартатын оймақтай саңлау да қалмапты. Көкжиектен сарғыш рең қылауытады. 5 минутта екінші ротаға жеттік. Траншеяларға жеп-жеңіл секіріп түскен Панфилов төсемелердің астына бас сұғып байқап, ойықтан алыс кеңістікке көз тігіп, ату секторларын тексерді. Атуға ыңғайлы ма деп винтовкаларды кезеніп көрді. Жауынгерлерге: «Тамақтарың тоқ па? Темекілерің жеткілікті ме?» деген әдеттегі сұрақтарын қойды. Жауап берушілер оған біртүрлі еміне қарайды. Окоптар арасында барлаушылар әкелген «Алдымызда неміс бар» деген хабар желдей есті. Панфилов әңгіме айтты, әзілдеді, бірақ жауынгерлердің көздерінде әлде бір үміт оты ұшқындайды. Генералдың аузынан әне-міне жау күшінен сескенбейтіндей, шайқаста демеу боларлықтай айрықша құдіретті сөз шығып қалама деп елегізейді. Бірнеше окоптан аралаған Панфилов әлі суы қата қоймай қарауытып жатқан Руза өзенін жағалап үн-түнсіз келе жатты. Ойға батқан сәтіндегі әдетінше жерге шұқшияды. Генералға қарай ұқыпты қидырған ақшулан самай шашын жапқан бас киімін жүре түзетіп, рота командирі Севрюков жүгіре жетті. Оның соңын ала 3-4 қадам ара қашықтық ұстап, бірнеше қызыл әскер шұбырып жүр. Панфилов рапортты тыңдап болған соң: «Мына нөкерлеріңіз кім?» деп сұрады. «Менің байланысшыларым, Жолдас генерал». «Сонда қайда барсаңыз да соңыңыздан жүгіріп жүре ма?» «Енді қалай, Жолдас генерал, төтенше бір жағдайлар бола қалса?» «Жөн, өте жөн. Сіздің окоптарыңызда Жолдас Севрюков тәуір жасақталған». Бұрынғы бас бухгалтердің егде тартқан жүзі насаттанғаннан нарттай қызарып кетті. «Мен бұлай долбарлап едім, Жолдас генерал», деп ойлана тіл қатты ол. «Кенеттен сіздің ротаны жинап әңгімелескіңіз келуі мүмкін ғой. Ал хабаршыларым тура жанымда. Бұлар нағыз желаяқ, Жолдас генерал. Бұйырсаңыз болды, Жолдас генерал. 20 минутте рота осы жерде тұрады». Панфилов сағатын алып қарап, бір сәт ойланды. 20 минутте дейсіз бе? Дәл осында ма? «Иә, Жолдас генерал». «Жақсы, өте жақсы. Ал айтыңызшы,
жолдас Севрюков, сіз ротаны ана жақта неше минутте топтастыра алар едіңіз? Панфилов кілт бұрылып, Рузаның арғы жағасын нұсқады. Анда ма? Деп қайталап сұрады Севрюков. Иә. Севрюков генералдың сұқ саусағына қарап, одан саусақтан басталатын желі қайда тірелуі мүмкін деген тұсқа көз жүгіртті. Іңір түсе қоймаған мезгіл еді. Қолдың арғы жағадағы орманды нұсқап тұрғаны анық көрінді. Дегенмен Севрюков тағы сұрады. Ана жағаға ма? Иә, сол жағаға, жолдас Севрюков. Севрюков қарауытқан суға қарап, одан жағадағы дөң тасасына 1,5 шақырым жерде көрінбей тұрған көпір жаққа көз тігіп, қалтасынан қол орамалын алып, қолапайсыздау сіңбірінді де қайтадан су бетіне тесілді. Панфилов үндемей жауап күтіп тұр. Білмедім, енді аяқ өткелді кешіп өтеміз бе, жолдас генерал? Оның орта тұсы белуардан асады, жұртты шылқылдаған су қыламын ғой, жолдас генерал. Жоқ, суға түсіріп керегіне. Жаз емес қой, одан да ретін тауып құрғақ күйімізде соғысайық та. Сонымен, жолдас Севрюков, неше минутте жинай аласыз? Білмеймін. Бұл минуттардың шаруасы емес, жолдас генерал. Панфилов маған қарай бұрылды. Нашар, жолдас Момышұлы, деді ол. Нақ па, нақ. Өмірде бірінші рет Панфилов маған нашар деді. Мұндай жағдай бұрын болмаған еді. Бұл ахуал кейін Москва түбіндегі шайқастар кезінде кездескен емес. Нашар, деп қайталады ол. Шағын көпірлер неге дайындалмаған? Салдар мен қайықтар қайда? Сіздер жер астына тығылып ойдағыдай-ақ бекініп алыпсыздар. Енді немістің қай кезде соғатынын күтіп отырсыздар. Бұларыңыз енді жарамайды. Ал егер қарсы соққы беру тиімді болып шықса қайтесіздер? Өздеріңізге бірінші болып ұрып жіберудің сәті туындап қалса не істемексіздер? Мұндайға даярсыздар ма? Дұшпан қазір әбден басынып, есірініп алған. Осыны ұтқыр пайдалану керек. Сіздерде бұл ойластырылмаған. Жолдас Момышұлы. Ол бұл жолы әдеттегі жұмсақтығы былай қалып, Шымбайға батырып, қатты айтты. Оның сөгісін бетімнен отым шыға тік тұрып тыңдадым. Екінші бөлім. Генерал тағы да Севрюковқа бұрылған. Демек, жолдас Севрюков, арғы жағаға тез шыға алмаймын дейсіз бе? Оныңыз жарамады. Осы төңіректе ойланып көріңіз. Ал шепті бір қапталдан қайтадан құруға қанша уақыт жібересіз? Бір қапталдан дейсіз бе? Шепті қай қанаттан құрамыз, жолдас генерал? Панфилов батальонның басқару пункті жасырынған орман шетін нұсқады. Біз мұнда сол жерден әлгінде ғана ақ қардың бетін айғыздап машинамен келген едік. Ізіміз қазіргі елең алаңда көрінбей де қалыпты. Міне, сіздің шебіңіз, жолдас Севрюков, орман мен өзен жағасының аралығы. Міндетіңіз батальонды бір бүйірден қорғау. Севрюков ойланды да. 15-20 минутты үлгеремін, жолдас генерал, деді. Панфилов шұғыл серпілген. Ойдан шығарып тұрған жоқсыз ба? Кәне, кірісіңіз, жолдас Севрюков. Севрюков қолын шекесіне апарып кілт бұрылды да асықпай байланысшыларына қарай беттеді. Ол төңіректі жарты минуттай үнсіз шолды. Мен оған, неге білжіп тұрсың? Шираңқырасайшы, бол, деп ымдаймын. Кенет құлағыма қырылдан қыраған сыбыр естілді. Жарады, ойланып тұр. Панфилов осыны айтып күлімсіреді. Жүзі жадырады. Енді Севрюковтың әрекетіне қызыға қарап тұр. Ал Севрюков бұл кезде байланысшыларына бағдар беруге кірісіпті. Біз оның пулемет взводы артқы жақтан қорғайды, одан кейін ең соңынан шегінеді. Мұратов, жүгір, деген сөзі естілді. Панфилов еріксізден бас изейді. Қазір оған 40 жастағы лейтенанттың Алматы темекі фабрикасының бұрынғы бас бухгалтерінің ұнағаны анық еді. Ал денесі тығыншықтай аласа бойлы татар жігіті Мұратов бұл кезде өзен жағасы мен етігінің табанымен қар лақтырып құстай ұшып бара жатты.
Орманға қарай соғысқа дейін педагогикалық техникум студенті болған ұзын бойлы Белвицкий жүгіре жөнелген. Бір кезде ол генерал межелеген шеп тұсына барып сирейіп тұра қалды. Менің басымда қателестау, оқ атылып жатқан кезде бұлай тұра алмайсың ғой деген ой жылт етті. Севрюков та оған жаналаса қол сермеп тезірек бұқ деп белгі берді. Белвицкий түсінер емес, тек Севрюков өзі бүгіліп отыра қалғанда ғана барып санасына жетті. Ақырында қоюланған ымырт құшағынан жүгіре шыққан алғашқы тізбек көрінді-ау. Мен пулемет салмағымен бүкшие емпелеңдеген Калимолдиннің алып тұлғасын таныдым. Ол соның өзінде өңкейіп, басқалардан биік көрінеді. Пулемет взводы жата қалды. Көлденең ұстаған винтовкалары ала көбең сәтте мына жерден әшейін таяқша сияқты атқыштар солардың тұсынан орманға қарай заулап өтті. Міне, олар да қарға күмп-күмп құлады. Аппақ алаңқайда жаңа қорғаныс шебінің үзік-үзік қара таңбалары пайда болды. Панфиловтың қолына ұстап, анда-санда қарап қойып тұрған сағатының тілі менің ішімде сыртылдап тұрғандай сезінемін. Әрбір соққысы жақсы, жақсы, жақсы дейтіндей. Сіз мені түсінетін шығарсыз? Бұл менің батальоным ғой. Барлық білгенімді сарп етіп осыған салған өз туындым. Устав бойынша бұл менмін дейтін бөлімім. Кенеттен тағы да ойладым. Жазық алаңда гүрсілдеп снарядпен мина жарылып, оғы зулаған атыс кезінде дәл осылай маневр жасай аламыз ба? Сол кезде әлде біреу «Қоршауда қалдық» деп ойбай салып орманға қарай қаша жөнелсе не болады? Оның соңынан басқалары дүрліге ілессе ше? Жоқ, ондай адамды командирлер табан астында жоқ қылады. Жауынгерлердің өзі-ақ атып тастайды. Ал сағат әлде жүрегім бекен, сенімдісің бе осыған деп дүк-дүк кетеді. Тісім шықырлап, сенімдімін деп жауап қаттым. Жанымыздан жүгіріп өткен жауынгерлер сонадай жерге жата кетіп, бірден қол күректерін іске қосып алдыларынан қар төбешігін үйіп үлгерді. Севрюковтың жел аяқтары да оралған. Бұл кезде күлгін түске малынған дала төсінде Калимолдиннің зор тұлғасы тағы көрінді. Ауыр пулеметін жалпақ иығына тастай салыпты. Қайта түзілген ротаның аяқ тұсынан қорғаған пулемет взводы кейін шегініп келіп қатардан орын алды. Енді артта қалып қойған біреу қалбалақтап жүгіре жеткен. Оны Севрюков көзбен бағып тұр. Оның да қарға етпеттей құлауынан кейін Севрюков Панфиловқа тақалды. «Жолдас генерал, сіздің бұйрығыңызға сәйкес рота қапталдан қайта құрылды. Сіз нұсқаған қорғаныс шебі алынды». Панфилов көзін сығырайтып сағатына қарады. «Тамаша», деді ол масаттанып. 18,5 минут. Өте жақсы, жолдас Севрюков. Өте жақсы, жолдас Момышұлы. Енді жауынгерлерге рахмет айтпайынша кетпеймін. Мынадай сарбаздармен немісті соға алмасақ, онда түкке жарамағанымыз ғой. Бұдан артық бізге қандай әскер қажет? Кәне, ротаны шақырыңыз, жолдас Севрюков. Жаушылар және жөнеді. Көп ұзамай-ақ взводымен сап түзеген рота жүгіре басып генералдың айналасына тізілді. Севрюков сапты түзеп «Смирно!» деп команда берді де генералға мәлімдеді. Қоюланған қараңғыда жұрттың жүзі көрінбегенімен саптың кескіні айқын байқалып тұр еді. Панфилов ел алдында сөйлеуді ұната қоймайтын. Ол әдетте жауынгерлерді маңайына жиып алып пікірлесуді қалайтын. Алайда ол бұл жолы ротаға сөз арнады. Рас, өте қысқа, небәрі 2-3 минуттық лебізін білдірді. Қуанышын жасыра алмаған ол жауынгерлерді бірден мақтады. «Сіздерге қарт солдат ретінде айтайын, жолдастар», деді ол жай ғана. «Мұндай жауынгерлермен генералға ештеңе де қорқынышты емес». Қараңғыда жүзі көрінбегенімен даусы арқылы оның алабұртып күлімдеп тұрғанын аңғаруға болар еді. Сәл бөгеліп ол құдды өз-өзінен сұрағандай: «Жауынгер дегеніміз кім?»
Жауынгер елдің бәріне бағынышты, әрбір командирдің алдында тік тұрады, бұйрықты орындайды. Бұрын оны төменгі дәрежедегі адам деп атайтын еді. Бірақ жауынгерсіз бұйрықтың қаншалықты құны бар? Бұл әншейін ой, ақылдың ойыны. Арман. Ең үздік, ең дана бұйрықтың өзі жауынгер лайықты даярланбаған болса құр қиял, нәтижесіз ниет түрінде қалады. Армияның соғысқа дайындығы, жолдастар, бұл ең алдымен солдаттың жауынгерлік әзірлігі. Жауынгер соғыста шешуші күш. Сарбаздардың Панфиловтың сөзін соншама ықыласпен тыңдағанын сезіп тұрмын. Роталар әрқашан дәл қазіргі сіздердей әрекет етіп, бұйрықты сіздердей орындаса, онда немістер Москваға маңайлай да алмайды. Үздік әскери дайындықтарыңыз үшін рахмет, жолдастар, қызметтеріңіз үшін рахмет. Кең дала жаңғырығып кетті. Совет одағына қызмет етеміз. Бұдан соң тағы да тыныштық орнаған. Рахмет, жолдас Севрюков, деді генерал рота командирінің қолын қысып. Мұндай қырандармен мен де қыранмын. Жым-жырт сәтте мұны бәрі де естіді, және дауыс арқылы Панфиловтың шаттығын аңғаруға болатынды. Ал жауынгерлер ше, олар қуанды ма? Кейде жадыраған көңіл күйі тас қараңғыда өлі тыныштық сәтінде де айқын аңдалып тұратын кездер кездеседі. Алайда менің сәтсіздігім, жанымды қинаған азабым, кеше сөгіс алғаннан кейін жауынгерлермен арадағы ғажайып тұтастықты сезіне алмауымда тын. Бұрын өзіме талай мәрте бақыт, марапат болып оралып тұратын бұл сезім жөнінде сізге айтқанмын. Маған жұрттың жүзі көрінбеді. Мүмкін олар жымиып тұрған шығар. Бәлкім әлі де болса торығып, ұрыста жәрдемге келетін айрықша сөздің айтылып кеткенін ұғынбастан, әлі де болса генералдың аузынан шығатын қасиетті бір уәждің шығуын күтіп түнеріп тұрма екен. Ротаның тынысын ести алмадым. Олардың түрін көріп тұрған жоқпын. Бұл да әлдебір үлкен қателік үшін сонау сөгіспен қатар жіберілген жаза емес пе? Сонда қай жерден жаңылыстық? Мен генералдың кешегі ауыр сөздерін санадан өткіздім. Ондай ойдың ұшқыны да байқалмайды, деді ол жауға соққы беретін тұсты көрсеткіш жебе арқылы нұсқап. Ой, мен аса тиянақтамаған, жете пысықтамаған бір түйткіл бар сияқты. Миналанған алаңдар мен өткел жабдықтары жағынан ғана емес, жауынгерлердің жан жүрегіне үңілу тұрғысынан да. Бірақ нақты не ол? Жеңіс шайқастағы жеңіс. Міне, сол екен ғой бізге керегі. Мен генералды машинаға дейін шығарып салдым. Барлауды мұқият жүргізіңіз, деді ол. Тепкішке аяқ салып тұрып. Жұртты алдыға қарай жиі жіберіңіз. Ылғи, бүкшиіп шұңқырда отыра берудің қажеті жоқ. Ұрыс алдында немісті көзбе-көз көрсін. Ол қоштасарда қолымды ұстап тұрып сөзін жалғастырды. Батальонға тағы не жетіспейтінін білесіз бе, жолдас Момышұлы? Немістерді бір рет жақсылап соғып алу керек. Мен селт еттім. Бұл менің де көкейімде тескен тілек еді. Сонда жолдас Момышұлы, батальон емес, жоқ, бұл нағыз болатқа айналады. Болат дегеннің не екенін білесіз бе? Тас тілетін құрыш. Ондай өткір болаттың жүзін дүниеде еш нәрсе жасыта алмайды. Ұқтыңыз ба мені? Ұқтым, ақсақал. Осы сөздің аузымнан қалай шығып кеткенін өзім де аңдамай қалыппын. Біз қазақтардың әулеттегі үлкенге, әкеге қайрылатынындай, Бозжанов мені осылай атайтын еді. Мен де Панфиловты солай атадым. Ол қолымды қатты қысты. Оңтайлы сәтті күтіп отырмаңыз. Қайта оны өзіңіз іздеңіз. Ыңғайға келсе соғыңыз. Күш салмағын екшеп алыңыз да ұрыңыз. Осыны ой елегінен өткізіңіз, жолдас Момышұлы. Мені ала көбеңде анығырақ көргісі келіп, жақындай түсті де қайтадан сұрады. Ұқтыңыз ба мені? Иә, жолдас генерал. Панфилов менің қолымды қазақша қос қолдап ұстады. Бұл көл көсір мейірім белгісі еді.
Есігі сарт етіп жабылды. Шамдарының жартылай жарығын қосқан машина қар басқан дала жонын қақтылып жөнеп берді. Мен генералдың соңынан көз алмай қарап ұзақ тұрдым. 3 бөлім. Түнде кесте жасадық. Оны Рахимов өзіне тән бейімділігімен қағаз бетіне түсірді. Таңсәріде әр атқыштар ротасынан алынған 3 бөлімше түрлі жолдармен барлауға аттанды. Одан соң кесте бойынша әрбір 2 сағат сайын бөлімшелер бірінен кейін бірі өзеннің арғы жағасына немістер тақалып келе жатқан ішкериге қарай жөнелді. Жауынгерлердің алдына қойылған міндет байқау. Әзірге сол ғана. Ақырын ғана аңдап, одан соң тірідей немісті көріп қайта оралу. Мен сарбаздарымның бізге қарсы шапқандар қабыршағы тастай құйрықты дею да, су перісі де, аузынан жалынан атқан айдаһарды емес, кәдімгі пенде баласы екеніне көз жеткізсе деп ойлап едім. Азғындаған қарақшылық пиғылдағы адамдар, бірақ өзіміз секілді ет пен сүйектен жаратылғандықтан найза мен оқ өтеді, өлтіруге әбден болады. Жауынгерлер жымып басып, орман жағалап, деревняларға жылжып жетіп, колхозшыларға дыбыс беріп, немістердің қайда екенін, олардың саны қанша екенін білді. Сөйтіп, сұрастырып байқап, жаудың сұрқын көру үшін жасырынып жақын барды. Әрине, мұндайдың алғашқыда қорқыныштылау болатыны рас. Дегенмен сарбаздар тақалды, алға ұмтылды. Бұта-бұтаның, тоқыма шарбақтың, шұңқыр мен орылған аңыз табаны бақша арасымен бұғып барып бізді жоймаққа келген дұшпанның кескінін бақылап көрді. Осылайша бөлімшеден кейін бөлімше біртіндеп оралған. Қызыл әскерлер немістердің село аралап жүргендерін, жуынғандарын, тамақ ішкендерін, тауық атқандарын, күліп өз тілдерінде әлдене деп даңғырлап сөйлескендерін қосарласа баямдайды. Рахимов бөлімше командирлерінен дұшпанның саны мен қаруының жайын, олардың қай жаққа бет алып бара жатқандарын сұрап біліп, бәрін мұқият жазып алып отыр. Мен де сол мәліметтерге құлақ тұрып, барлаушылардың жүздеріне үңіліп, батальонның жүрек қағысын аңдауға тырысамын. Көпшілігі көңілді қайтты, бірақ кейбіреуінің көзі әлі мұңлы. Бұл үрейден арыла қоймағандықтың белгісі еді. Курбатов бастаған бөлімше айрық шашат. Шалт түрде қолын шекесіне апарып, өкшесін сақ еткізген Курбатов маған қара көздері күлімдей қарап: «Баяндауға рұқсат етіңіз, жолдас комбат. Сіздің бұйрығыңыз орындалған жоқ», деді. «Ол қалайша? Сіз атпа деп бұйырып едіңіз, мен өз қолыма ие бола алмай қалдым. 2 рет оқ аттым, жауынгер Гаркуша да сөйтті». «Содан не болды?» «Екеуін сұлатып салдым, жолдас комбат, шыдай алмай кеттім. Әлгілер бір әйелдің торайын тартып алып жатыр екен. Әйел немістердің бірімен жағаласа кетті де жерге құлаған күйі бажылдап жатыр. Ал анау оны етікпен беттен тепті. Жүрегім шыдамай жата қалдым да шүріппені басып жібердім. Жауынгер Гаркуша да сөйтті. Олар бізге солай соқтықты». Сонау алғашқы жорықта гранат сөмкесімен әбігерге түсетін сарбаз Гаркуша арасында сөз қосып қалады. «Ал менің тағы бір себебім болды, жолдас комбат». «Қандай?» Гаркуша жолдастарына қарады да көзін қысты. «Біз сияқтылар қолмен сипап көрмесе, көзбен көргенге сене қоймайды ғой». «Қалай екен? Сипап көрдің бе? Оқ өтеме оларға?» «Бұл, жолдас комбат, аздық етеді, мен басқаша сипалауды қалар едім». Сөйтті де Гаркуша қағазға жазуға келмейтін бір тұздық сөзді сықпыртып жіберді. Жанымыздағылар ду күлді. Мен айтылған әңгімені қызыға тыңдап тұрмын. Бір кезде менің қасыма пулеметшілер келді. Байсалды Блоха, Қалимолдин, Мурин. «Жолдас комбат, сөз айтуға рұқсат етіңіз», деді Блоха. Мен рұқсат еттім. Блоха шынтағымен Қалимолдинді түртіп қалды. Мурин оны арқасынан нұқиды. Беті жылтыраған еңсегей бойлы қара торы қазақ именіңкіреп: «Жолдас комбат», дейді. «Не айтпақшысың?»
Жолдас Комбат, сіз бізге ренжіп жүрген жоқсыз ба? Ренжіп жүрген жоқпын. Ендеше, жолдас Комбат, жұрттың бәрі немісті көруге барады да пулеметшілер бармайтындай не жазды? Елдің бәрі көріпті, біз көре алмадық. Жауынгер Гаркуша атыпты, біз атпадық. Сендерді пулеметпен қалай жібермекпін? Пулемет осында болу керек. Ал біз, жолдас Комбат, тіпті азырақ қана көре салып қайта жүгіріп келер едік. Мурин де қосарласа кетті. Жолдас Комбат, біз түнделетіп барып қайтамыз. Түнде барсақ та байқаймыз ғой, бірдеңеге өрт қойсақ, немістер ытқып шықпай ма? Одан соң жолдас Комбат, тым құрса, бір оқсауыттан оқ атуға рұқсат етіңізші. Иә, бүгін батальонға әлдебір өзгеріс ене бастағаны анық байқалды. Мурин қызық адам. Оның батальон божыраған шақта бірінші болып жүнжігенін, ал елдің бәрі рухтанған сәтте ең алдымен шиыршық атып шыға келетінін әлденеше мәрте аңғарыппын. Батальонның бедер салатын жауынгерлік тісі әрдайым осы адамның бойында қайралып жататындай тын. Біресе кетіледі, біресе жетіледі. Білетінмін, бұл тіс әзірге дүниедегі сонау ешкім жасыта алмайтын Болаттың жүзі еместі. Болат жөнінде, өзіңіз білетіндей, маған Панфилов айтқан еді. Оның бізге берген нұсқауының мәніне терең үңіліп, жауынгерлерге де соншалықты зерделей қарап, барлаушылардың хабарламасы мен әрбір сөз ырғағына жіті құлақ түре келе, менің көкейімде жүрген бір ой айқындала бастады. Мен пулеметшілерге: жақсы, Қалимолдин, уайымдама, ертең сендерге де жұмыс табылады, дедім.